Так, жалғастырамыз әрмен қарай. 7-ші сабақ синтаксис, иә? Синтаксис демек наху. Сөйлемдердің өзгеруімен байланысты сөздердің соңының өзгеруі немесе өзгермеуін зерттейтін ғылымда наху ғылымы деп атаймыз. Жақсы, яғни грамматикада морфология және синтаксис деген екі бөлім бар. Морфология ол сөздің өзін зерттейді. Бір сөзді, яғни араб тілінде ол сарф пәні. Ал наху пәні ол синтаксис, сөйлемді зерттейді. Яғни бір сөз сөйлемге кірген кезде сол сөз сөйлемдегі атқарып жатқан қызметіне байланысты мағына қамтиды, сонымен соңында жалпы сөйлемге не шығады? Мағына шығады. Сол кезде сол сөйлемнің ішіндегі сол сөздің қандай қызметтер атқарып жатқандығын зерттейтін ғылымды, білімді не дейді? Синтаксис, араб тілінде не дейді оны? Наху пәні дейді. Түсінікті ма? Наху ғылымы сөздердің өзгеруі, европ және өзгерілмеуі бина тексеретін ғылым. Морфология сарф. Морфология мен синтаксистің арасындағы айырмашылық сарф ғылымы тек жеке сөздің сөйлемге кірмей тұрғандығы жағдайын зерттейді. Наху ғылымы сөздердің сөйлемге кірген кездегі соңдарының өзгеруі және өзгерілмеуі жағдайларын зерттейді. Жақсы, қара. Мәселен, бізде сарф бар, наху бар. Мысалы, бізде кез келген араб тілінде жазылған еңбектер, яғни үлкен кітаптар, тұрос кітаптар болсын, силсила кітаптар болсын, барлығы харекеті болмайды. Жақсы ма? Сол кезде маған қарапайым бір мысал, Фәрид аулада доп ойнап жүр десе, мысалы. Осылай не келеді маған? Харекетсіз сөз беріледі. Жақсы ма? Сарфтың жұмысы не? Нахудың жұмысы не? Сарф мына жерге дейінгі сөзді, мына жерге дейінгі саған сөздердің харекеттерін қойып береді. Мына жерге шейін мынау фәри екені, ял-а екені, фи екені, әд-дә екені, би екені, ку-ро екені, бұлардың бәрін кім қойып береді саған? Сарф қойып береді. Ал мына жерде фәри дун екені, яла бу екені, фидда ри екені, бил куро ти екенін кім қойып береді? Бұл наху қойып береді. Осылайша екеуі жабылып отырып саған харекетсіз кітаптарға не қойып береді саған? Харекет қойып береді. Қашан екеуін жинасаң, сен харекетсіз кітаптарды қараған кезіңде ана жерге автомат түрде ойыңы не қоя бастайсың сен? Харекет қоя бастайсың. Түсінікті ма? Яғни сарф каждый жеке сөздердің сөйлемге кіруден алдыңғы құрылымын үйретеді. Ол фел мади ма, фел мудори ма, исм фаил ма, исм маф'ул ма, сифат мушаббаха ма, бірлік па, екілік па, көптік па, соны үйрететін, оны кім үйретеді? Оны сарф үйретеді. Және ең ақырғы әріптің харекетіне шейінгі харекеттің барлығын қоюды үйретеді саған. Баптарды үйретеді, уәзіндерді үйретеді, суласилерді үйретеді, рубаилерді үйретеді. Сонымен сен сөздің қандай ақырғы әріпіне дейінгі харекеттерін қалай қоюын үйренесің. Сөйтесің, сен ол сөзді аласында қайда қарай салып жібересің? Сөйлемге салып жібересің. Сөйлемге салған кезде ол сөйлемдегі орнына қарап, ең соңында харекеттер не қыла бастайды? Өзгере бастайды. Егер де муғраб болатын болса, өзгеріс көрінеді, мәбни болатын болса, өзгеріс көрінбейді. Мысалы, мына жерде фәридун неге дамма болды? Өйткені бұл мұқтада. Ял-абу неге соңына дамма болды? Өйткені алдында ән, лән, изән, кәй, ләм, ләмул әмір, ләмул нәхи деген сияқты әріптер не қылған жоқ? Келген жоқ. Фи ол түсінікті. Осылай жаттап аламыз. Әд-дәри неге әд-дәр касра болды? Бұны не қылды? Неге фатха болған жоқ деген сияқты? Өйткені бұның алдына не келді? Фи келді. Куро-ти неге касра болды? Өйткені оның алдына не келді? Би келді. Осылайша наху мен сарф жабылып отырып, саған сол харекетсіз кітаптардағы харекеттерді қоюды не істейді? Үйретеді. Сарф сөйлемге кіруден алдыңғы сөзді үйретсе, наху сөйлемге кіргеннен кейінгі сол сөздің соңғы әріпінің харекетін үйретеді. Сарф жеке сөздің мағынасын үйретсе, ал наху барлық сөйлемдің әрекеттерін қойып болғаннан кейін жалпы мағына шығаруды не істейді? Үйретеді. Түсінікті ма? Наху ғылымы мұғраб сөздерге көбірек мән береді.
Себебі мәбни сөздерді бірі оңай. Келесі сабақтарда етістіктің раф және насып және жазым жағдайларын, есімдердің раф, насып және жар болуын орындарын өтеміз. Жақсы. Яғни бізде көп жұмыс жасайтын сабақ не ол муърабтармен. Өйткені мәбнилер бағана көрдіңдер. Азғынтай ғана исм ишаралар, исм маусулдар, исм шарттар, исм истифхамдар, исм дамирлер. Сосын кейбір мәбни сөздер. Оны тек қана жаттаумен ғана білеміз. Ал қалған мыңдаған, 10 мыңдаған, 100 мыңдаған сөздің барлығы нелер олар? Олар муърабтар. Сол үшін де наху пәнінде көбінесе қайда қарай күш жіберіледі? Муърабтарды табуға, іздеуге күш салынады жігіттер. Жақсы ма? Кеттік, жалғастырамыз әрмен қарай. Неше сабақ? 8-ші сабақ. Міне, бисмилла. Енді біз өте бастаймыз. Біз алдан фи'л өзгерген кезде 3 түрлі өзгеретін өткен едік. Қандай? Раф, нас, жазым. Енді біз не қыламыз? Соның әрқайсысына жеке тоқталамыз. Қашан біздің фи'ліміз раф болады, қашан біздің фи'ліміз насып болады, қашан біздің фи'ліміз не болады? Жазым болады. Сол жайында тема қозғаймыз. Жақсы ма? 8-ші сабақ не екен? Етістіктердің насып орындары. Насбул фи'ли. Оқи бер. Етістік мына харфтерден кейін келсе, мансуп болады. Міне. Насып, етістіктің насып болатыны қай етістік еді? Етістік қай сезік насып болады? Мудари ғана. Фе'л мади насып бола ма? Жоқ. Болмайды. Фе'л әмір насып бола ма? Жоқ. Не үшін насып болмайды? Өйткені ол мәбни. Насып болу үшін ол не болу керек? Му'раб болу керек. Му'раб болатын етістік кім бізде? Тек қана фе'л мудари ғана. Қашан менің фе'л мударим насып болады десе, жауап не дейді? Етістік фе'л мудари мынау әріптерден кейін келсе, ол не болады? Мансуб болады. Қайсы әріптер олар? Олар ән, лән, идән, кәй. Ән, лән, идән, кәй. Міне. Біздің фе'л мударимыздың алдына осы ән, лән, идән, кәй деген әріптер келетін болса, онда фе'л мудари мансуб болады. Өзгерген кезде соңы фатхалы болады, екіліктер мен көптіктерде нуны түсіп қалады. Ең соңы әлифпен аяқталған болса, фатха не болады? Мұқаддара болады. Жақсы ма? Кеттік ар жақта оқимыз. Мысалы, уриду ән атааллама нахва. Нахуды үйренгім келеді. Уриду ән атааллама ән нахва. Атааллама ән нахва. Мысал берді. Уриду, мен қалаймын. Нені қалаймын? Ән атааллама. Үйренуді. Нені үйренуді? Наху әнін үйренуді қалаймын. Міне осы жерде бізде екі фи'л бар. Байқасаңдар, біріншісіне бар, уриду бар. Қалаймын бар. Екіншісіне бар, атааллама бар. Оқи бір ажық қарай. Лән яфузал кәсләну. Екінші мысал не берген? Лән яфузал кәсләну. Яфузал кәсләну. Міне, лән яфуза әл-кәсләну. Одан кейін сөйлем не берген? Исма' кәй тәфхама. Исма' кәй тәфхама. Исма' кәй тәфхама. Тәфхама. Неден кейін кеп тұр? Кәйден кейін кеп тұр. Одан кейін сөз не берген? Осымен біткен ба? Міне. Яғни, осы жерде бізде қарайтын болсақ, уриду ән атааллама ән лән яфуза исма' кәй тәфхама. Оқаша қарай. Ән харфы кейбір орындарда өзі... Жақсы, оны неғылмасы мысал бермей қарай енді. Мына жерде негізі әнді ақтасасаң не болады? Атаалламу болады. Мына жерде ләнді ақтасаң не болады? Яфузу болады. Мына жерде кәйді ақтасаң не болады? Тәфхама болады. Сонда бұның и'рабы. И'рабы. Бұл кәдімгі өзі серьезный и'раб басталды өзі. Қай, не мысалы, мынаны айтамыз. Фи'лун мудари'ун мансубун. Дұрыс па? Немен насып болып тұр? Міне, би дейміз да. Би. Жақшаның ішінде ән, не болмаса? Лән, не болмаса?
kay ne bo'lsa izan. Kez kelgan birovi bo'lishi mumkin qo'y. Ya? Fe'l mudori mansubun bi an ne bo'lsa lan, ne bo'lsa kay, ne bo'lsa izan. So'sin ne deymiz? Wa alamatu nasbihi al fathatu. Fathatu ne bo'lmasa ne bo'ladi? Hazfu an-nun حذف نون يوصى الفتحة المقدرة. Bu to'liq nesi? To'liq i'rob. Ya'ni menda fe'l mudori mening oldimdan keldi. Oldinda an lan izan kay degan narsa bor. Harflari bor. Onda o fe'l mudori mansub bo'ladi. Uni men tanishtirgan kezimda fe'l mudori mansubun bi an, bi lan, bi kay, bi izan. وعلامة نصبه ني الفتحة ني حذف النون ني ومسا الفتحة المقدرة. جاكسما؟ سمعتوا يا؟ جاكسما نجد سنة ولا أن أتعلم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. لن يفوز فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. كي تفهم فعل مضارع منصوب ب كي وعلامة نصبه الفتحة. سمعتوا؟ يعني أن لن إذن كيدن كين كيلген فعل أردايم ني بولады? Mansub болады. Ketті ажықырайық. An harfi кейбір орындарда өзі түсіп, mahfuz қаласа да мудорик етістігін насып етеді. Мысалы, хадарtu ли асма'a. Тыңдау үшін келдім. Әсілінде хадарtu li an asma'a. La tanha an khulqin wa ta'tiya mithlahu. Өзім әсілінде la tanha an khuluqin wa an ta'tiya mithlahu. Isbir hatta arji'a ilayka. Əslində isbir hatta an arji'a ilayka. İctihad fatanala al-jaizata. Əslində ictihad fa an tanala al-jaizata. Жақсы. Енді осы ән лән изен кайдың ішінде әннің бір ерекшелігі бар. Ол ән кей кезде өзі сөйлемде айтылмаса да бір фе'л мудориді насып қылатын жағдайы бар. Яғни араб тілінде кей уақыттарда араб сөйлеген кезде әнді айтпастан бірақ фе'л мудори насып қылып айтады. Осы кезде о жерде насып қылып жатқан нәрсе мысалы хадарtu ли асма'a, тыңдау үшін келдім. Esbir hatta arji'a ilayka. Саған келгеніме дейін сабыр ете тұр. Деген кезде li asma'a деген фи'л, arji'a деген фи'л алдына қарасаң, әннен изен кайдың ешқайсысы жоқ. Бұндай жағдайларда не болады десе, фи'л мудоридің алдында кей кезде ән көрінбей тұрып та, фи'л мудори не істеуі мүмкін? Насып етуі мүмкін. Ол кездегі ән арабтың тілінде сөйлеген кезінде арнайы сөзді көбейтіп жібермеу үшін не істеу әрдайым соны не қылған? Хазф етіп қолданған. Сонда бұндай фе'лдерді қалай i'роптаймын мен? Оның ешқандай проблемасы жоқ. Фе'лун мудори'ун мансубун би ан махзуф махзуфин. Хазф болған немен? Әнмен. Не болып тұр? Мансуб болып тұр. Ва аламату насбихи не әл-фатхату деген сияқты. Яғни кей орындарда төртеуінің ерекшелігі, біреуі әннің ерекшелігі, кей кезде ән өзі айтылмаса да фе'л мудори не істе деген? Насып ете деген. Ол кезде мен қатты ойламасам, мынаның алдымнан төртеуі жоқ қой, неге фе'л мудори насып болып қалды деп ойлануым несі жоқ, ешқандай қорқуым қажет жоқ. Ондай жағдайда әнді не деймін мен? Фе'л мудори мансубун би ан махзуфин. Хазф болған әнмен не істеп отыр ол?
Nasb bo'lib tur va alamatu nasbihi al-fathatu al-hasbunun deb aytib keta beraman shaqray. Yaxshimi? Ya'ni anlan kay izan kayning ishindagi bir erikshasi an keygizda fe'l mudorida o'zi yozilmasa-da, ko'rilmay tursa-da nasb qiladigan joqdaylari arab tilida kezdesedi ekan. Yaxshimi? Ashaqray bormi bu narsa? Yaxshi. Endi qaranglar, kichig'irim bir ma'no. An lan izan kayning kichig'irim ma'nolari. An buni masdariya deydi. Bu fe'l mudorida masdar ma'nosini aylantiradi. Misolga, uridu an ata'allama. Ürünü. Masdar degan ol ne? Ürünü, o'qu, kelu, baru edi o'y. Eğer an deb tasasam, qalayman, o'qib жатырмын, ta'lim olib жатырмын, nahu bo'lib qoladi. Endi qo'ysam, nahuda ilm oluvda, ürünüde qalayman bo'ladi. Sonda an masdariya deydi. En eng ulkan atqaradigan xizmati ol fe'l mudoriga ma'no bergan кезде ol fe'lning masdar ma'nosini beradi. Tushundingmi? Ya'ni misol an yaktuba jazu, an taktuba sening jazuun, an al'aba mening o'ynavim, an yal'abu ularning o'ynovlari degan siyaqti. Ya'ni ya'ni an istedi söylemge, yani sol fe'lge masdar ma'nosini beradi. Bir. Ikkinchisi lan degan bu ne? Ta'kid және de nafi deydi. Mustaqbal, bo'lajaqda hech qachon o'rindalmaydigan narsaga aytiladi. Misoli, lan yafuzal kaslanu. Jalqov hech qachon ne qilmaydi? Жетістікке жетпейdi. Ya'ni bo'lajaqda ol jalqov hech qachon ne qilmaydi? Жетістікке жетпейdi. Ya'ni bu nig'aytu ma'nosini beradi, және bo'lajaqda tiyu ma'nosini beradi. Lan tazhaba. Hech qachon bormaysan degan siyaqti. İzan bu şart. Bir narsaga shart qo'yadi. Eğerde sen ma'gan kelsang, izan ukrimaka. Sen ma'gan kelsang, onda men seni hurmatlayman degan siyaqti. Bu bir shartga javob ретінде жүзеге asadi. Al kay bu da neni fe'l mudorida masdarga aylantiradi. Biroq an siyaqti ko'p ataqli emas. Yaxshimi? Misoli, tushunuving uchun ne qil? Tingda degan siyaqti. Bir o'z siyaqti o'zine tan bir kichkina neler var. Erikshi bir ma'nolari bor. Qo'rqinlaydigan bo'lsa, fe'l mudorimizning oldina an, lan, izan, kay degan harflar kelsa, fe'l mudori ne bo'ladi? Mansub bo'ladi. Nasb bo'lgan so'nggi joqdaylar qanday bo'ladi? Ne fatha, ne nunning tusuvi, ne fatha muqaddara bo'ladi. Oxiri ila tarif alif bo'lgan kezde. Jatda o'qiymiz. Төмендегі сөйлемдердегі мудори етістердің насб белгілерін қойыңыз. Жақсы. Jitu kay ata'allama. Көрдің бе? Ata'allam деп тұр ғой. Мұның үстінде харекет не қылған жоқ? Қойған жоқ. Міне осы жердегі fe'l mudori табамыз. Сол fe'l mudori тауып, соңына насбтың белгісін қоямыз. Фатха болса фатха қоямыз. Егерде екілікпен көптіктен нун тұрған болса нунын түсіріп тастаймыз деген сияқты. Жақсы ма? Мысалы bizga berdi qo'ya. Jitu kay ata'alla ma lan tana lal jaizata hatta tajtahi da kaseeran qala inni uridu al-yawma an raka azuru emas raka qultu izan ukri maka izan ukri maka la ta'kul wa tamshi وتمشي في الشوارع وتمشي مقدرة والله ما تمشي ده تمشي والله حظك ما يدور جرده يتكلم يا علي في مسخوي ومن يا كتر الندوي يا ندي ده لا تأكل وتمشي في الشوارع İtakdari aşıkka жалғастырасына. 16 шарттығы одан кейін төмендегі сөйлемдердегі мудори етістігінің неге насып болғандығын және белгілерін көрсетіп шықты. Мысалы, тахсулу фи'л мудори мансубун би кай ва аламату насбихи хасф нун деген сияқты. Ятағадда фи'л мудори мансубун билан ва аламату насбихи аль-фатхату муқаддара деген сияқты. Естеміз істіп шығамыз осы жерде. Фи'лдер табамыз 16 шарттығының ішінде сол фи'лдердің немен насып болып жатқан болса, соны не істейміз?
bildirib chiqamiz. Misol bizda mana shu lan yatag'addadan keyin kel hal tazlimuni va unsi faka. Ya? Hal eng so'nggi so'ylem, birinchi qatorning eng so'nggi so'ylemini qaranglar. Hal tazlimuni va unsi faka. O'sha yerda nima nasb bo'lib tur? Unsi faka? An qaysi an men? Mahzuf bo'lgan an men. An ko'rmaydir o'sha yerda, durustmi? Odan qara. La ta'kul samaka va tashrab labana. Tashraba nima nasb bo'lib tur o'sha yerda? Mahzuf an men nasb bo'lib tur degan siyoqta. Osылay ne qilasizlar? Бүкіл сөздердің ішіндегі fe'l mudoriylar tauып, немен nasb болып тұрғандығын белгілеп шығасыңдар. 17-ші аттығы төмендегі сөйлемдердің қателерін түзетіп жазасың. Мысалы, ән тасумуна хойрун лакум. Тасуму болу керек, енді қара одан кейін лән таналунал бирра хатта тунфиқуна мимма тухиббун. Лән таналу болады, я? Бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. İştehidi kay tanalina caizata. Tanali el-caizata degan siyoqda to'g'rilab chiqasizlar. Mana söylemlerni bari avlarasizlar, o'qiysizlar, o'zlaringga belgisiz bo'lgan so'zlarning barlig'ini nesib olasizlar, jattab olasizlar. Alloh oxiringizni xayr qilsin.